Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Бір бөлім тыныштық алдындағы дауыл және шалғайдағы шаруашылық. Алматы облысының биік тау бөктерінде өркениеттен жырақ, табиғаты көркем бір жайлау бар. Осы жерде Аслан есімді жасы 45-тер шамасындағы ер азамат тұрады. Оның жүзі күнге күйген, қолы еңбектен қатайған, ал жанары тұңғиық теңіздей суық әрі терең. Ауылдастары оны Аслан фермер деп атайды. Ол ешкіммен көп сөйлеспейтін, таңнан кешке дейін мал шаруашылығымен және егінмен айналысатын еңбекқор жан ретінде танымал. Бірақ ешкімде, тіпті оның жақын көршісі 70-тегі Жұмабек ақсақал да Асланның өткен өмірі туралы білмейтін. Ол бұрынғы ГРУ-дың арнайы жасағының спецназ майоры, Қызыл жұлдыз орденінің иегері, ауған мен Кавказдың ең қиын жартастарында ажалмен бетпе-бет келген кәсіби барлаушы. 10 жыл бұрын ол соғыстан, қаннан және сатқындықтан шаршап, қаруын бір жола тастап, осы таудың қойнауынан тыныштық іздеп келген еді. Оның шаруашылығы Ақсу фермасы жыл өткен сайын гүлденіп, айналасындағы ең берекелі жерге айналды. Ол жергілікті халыққа жұмыс беріп, адал еңбегімен күн көріп жатты. Бірақ оның бұл берекелі жері қаланың қатыгез бөрілерінің назарына ілінеді деп ол ойламаған еді. Күздің салқын таңы. Аслан өзінің ескі, бірақ моторы сағатта істейтін Нивасымен шөп қоймасына қарай беттеп бара жатты. Кенеттен тас жол жақтан шаң көтеріліп, фермаға қарай ұшқара түсті. Терезелері қараңғыланған Toyota Land Cruiser 300 көліктерінің келе жатқанын көрді. Аслан тоқтады. Оның жауынгерлік түйсігі, чутье, бірден іске қосылды. Мұндай қымбат көліктер бұл жерге жайдан жай келмейтіні анық. Көліктер ферманың қақ ортасына келіп, жас ағаштарды тапап тоқтады. Есіктер ашылып, ішінен үстеріне қымбат спорттық киімдер киген, мойындарында жуан алтын шынжырлары бар, бет әлпеттерінен қатыгездік есетін 6-7 жігіт шықты. Олардың ортасында қара көзілдірік таққан, шашын тақырлап алған, жасы 30-дар шамасындағы жігіт алға шықты. Бұл қаланың қылмыс әлемінде Сако Қара деген лақап атпен танымал, жергілікті мафия басшысының оң қолы еді. Опа, мына жер нағыз жанат қой, деді Сако айналасына менсінбей қарап. Сосын ол Асланға беттеп, фермер, мұндағы бастық сен бе? Аслан көлігінен ақырын түсіп, қолын қалтасына салып, байсалды қалыппен жақындады. Сәлемдесуді үйретпеп пе еді? Бұл жеке меншік жер. Не шаруамен келдіңдер? Сако мысқылдап күліп жіберді. Артындағы жігіттері де қосыла келе-келеді. Сәлемдесу дей ме? Мына шалдың тілі тым ұзын екен ғой, деді Сако достарына бұрылып. Сосын даусын қатайтып, тыңда, фермер. Қысқасы былай, бұл жер бізге керек. Мұнда үлкен демалыс орны мен веб аңшылық базасы салынады. Мына қағазға қол қойда, 2 күннің ішінде малдарыңды алып, қараңды батыр. Өтемақы ретінде саған қаланың шетінен бір бөлмелі пәтер береміз. Бұл біздің жомарттығымыз. Аслан Саконың ұсынған қағазына қарағанда жоқ. Оның суық жанары Саконың көзіне тіке қадалды. Бұл жер сатылмайды. Және бұл жерден ешкім ешқайда көшпейді. Енді көліктеріне отырыңдар да келген жолдарыңмен қайтыңдар. Екінші рет ескертпеймін. Саконың беті қызарып, қан тамырлары білеуленіп кетті. Ол қаланың беткі ұстар братвасы еді, оған ешкім бұлай сөйлесуге батпайтын. Сен кіммен сөйлесіп тұрғаныңды білмейтін сияқтысың ғой, шал. Сако жанындағы ең ірі денелі бұқа лақап атты күзетшісіне иек қақты. Бұқа алға шығып, Асланның жағасынан алмақшы болып қолын созды. Ол Асланды жай ғана ауылдың момын шаруасы деп ойлады. Бірақ келесі секундта не болғанын ешкім түсінбей қалды. Асланның қимылы найзағайдай жылдам еді. Ол бұқаның созылған қолын білектен ұстап, сүйектерін шытырлата теріс бұрап жіберді де, екінші қолымен оның алқымынан ұрып, аяғымен тізесінен тепті. Дәудей жігіт жерге күрс етіп құлап, ауырсынудан шыңғырып жіберді. Аслан орнынан қозғалғанда жоқ, тек жанары одан сайын мұздай түсті. Келесі жолмен қолды сындырмаймын, жұлып аламын, деді ол тып-тыныш дауыспен. Сако мен оның жігіттері аң-таң болып, біраз уақыт орындарында қатып қалды. Олар мұндай кәсіби тойтарысты күтпеген еді. Саконың қолы беліндегі тапаншасына қарай кетті, бірақ ол Асланның көзінен атсаң, өлесің деген жазылмаған үкімді оқыды. Оның инстинкті қауіпті сезді.
Жақсы, фермер. Сен соғыс таңдадың. Бірақ біліп қой. Біз жалғыз келмейміз. Ертең бұл жерде от қана қалады, деді Сако, жараланған бұқаны көлікке сүйріп жатып. Көліктер шаңдатып ауылдан шығып кетті. Аслан олардың артынан ұзақ қарап тұрды. Ол бұл адамдардың оңайлықпен берілмейтінін, олардың артында үлкен күш тұрғанын білді. Оның жанындағы бейбіт өмір аяқталған еді. Ол үйіне кіріп, еденнің астындағы құпия жерді ашты. Онда майланған, қара матаға оралған ескі досы Стечкин тапаншасы мен арнайы тактикалық пышақтар жатқан еді. Мен бейбітшілікті қалап едім. Бірақ сендер соғысты сұрадыңдар, деп күбірледі Аслан, қаруды қолына алып. Грудың атаңызға айналған қасқыры оянды. Ал қасқырдың аумағына кіргендердің тағдыры әрқашан қайғылы аяқталатын екі бөлім. Қасқырдың апаны және түнгі қонақтар. Күн ұясына батып тау қойнауына қою қараңғылық орнады. Әдетте бұл уақытта Ақсу фермасы тып-тыныш болып, тек өзеннің гүрілі мен иттердің үргені ғана естілетін. Бірақ бүгінгі түннің тынысы басқаша. Ауада қауіптің иісі сезіледі. Аслан ең алдымен көршісі Жұмабек ақсақалдың үйіне барды. Қария жалғыз тұратын, оны қауіпке қалдыруға болмайтын еді. Ақсақал, бүгін түнде ауылға, туыстарыңызға барып қонып шығыңыз. Менің фермамда аздап жөндеу жұмыстары болады, шу болуы мүмкін, деді Аслан қысқа қайырып. Жұмабек қария Асланның жанарындағы суық ұшқынды көріп, бәрін түсінді. Ол Асланның жай шаруа емес екенін баяғыда-ақ сезген. Балам, абай бол. Олардың ары жоқ, ұяты жоқ. Құдай сақтасын, деп қария ескі мәшинесіне мініп таудан төмен түсіп кетті. Енді Аслан жалғыз қалды. Ол үйінің барлық жарығын өшіріп аулаға шықты. Грудың тактикасы бойынша қорғаныстағы ең үлкен қателік нысана болып бір жерде отыру. Ол үйді жемтік, приманка ретінде қалдырып, өзі орманның шетіне, жоғары белдеуге шығып кетті. Оның қолында түнде көру құралы, ПМ және дыбыс өшіргіші бар Стечкин. Аслан фермаға кіретін жолдарға бірнеше сюрприз дайындап қойды. Бұл нағыз жарылғыш заттар емес еді, бірақ адамның зәресін ұшырып, аяқ-қолын зақымдауға жететін аңшылық қақпандар мен созылмалы растяжка сигналдар болатын. Түнгі сағат 2 шамасы. Тас жолдың бойына 4 бірдей көліктің жарығы көрінді. Бұл жолы Сако қара жалғыз емес, өзімен бірге 10 шақты тәжірибелі баскесерді ертіп келген еді. Олардың қолдарында аңшы мылтықтары мен Калашников автоматтары бар. Көліктер ферманың қақпасына жетпей тоқтады. Сако жігіттеріне бұйрық берді. Мына терпила, көнгіш адам, бізді таң қалдырды. Ол біздің бұқаны 1 минутта сұлатып салды. Демек, ол жай шаруа емес. Бірақ біз 10 адамбыз. Үйді қоршаңдар. Кім қарсыласса атып тастаңдар. Малды қорасымен қоса өртеңдер. Қылмыскерлер 2 топқа бөлініп, қараңғылықта үйге қарай жақындай бастады. Олар өте сенімді еді. Олардың ойынша бір фермер қанша мықты болса да 10 қарулы адамға қарсы тұра алмайды. Бірақ олар Асланның үй ішінде емес, оларды жоғарыдан бақылап тұрғанын білмеді. Бірінші топ алма бағының ішімен өтіп бара жатқанда, топтың алдында келе жатқан Сұңқар есімді жігіт аяғын қатты басып қалды. Сарт! Жер астына жасырылған ауыр аңшы қақпаны оның аяғын тізесінен төмен шытырлатып қысып қалды. Аяғым! Көмектесіңдер! Сұңқардың жан айқайы түнгі тыныштықты бұзып жіберді. Жарықты қосыңдар! Деп ақырды Сако. Олар фонарларын жаққан сәтте, орман жақтан бір дыбыс естілді. Фш-фш! 2 оқ Саконың қасында тұрған 2 жігіттің иығы мен аяғына дәл тиді. Олар оқтың қайдан келгенін түсінбей, жерге құлап түсті. Снайпер! Жасырыныңдар! Сако есеңгіреп қалды. Ол қайда? Үйдің ішінде емес пе еді? Дәл осы сәтте Асланның дауысы бүкіл ферманы жаңғыртып шықты. Ол дауыс күшейткіш, рупор қолданбаса да, оның дауысы таудың жаңғырығымен қосылып, өлімнің үніндей естілді. Сако, мен саған ескерттім. Бұл жерге аяқ баспа дедім. Енді сендердің бұл жерден тірі шығу-шықпауларың тек менің көңіл күйіме байланысты. Қаруларыңды тастап жерге жатыңдар. Атыңдар ана жаққа. Сако орманға қарай бейберекет оқ жаудыруға бұйрық берді.
Та-та-та-та-та. Калашниковтың оқтары ағаштарды паршалап жатты. Бірақ Аслан ол жерде баяғыда жоқ еді. Ол Груда үйренген көлеңке биі тактикасын қолданып, жаудың ту сыртынан келе жатты. Аслан қараңғылықтың ішінен суырылып шығып, топтың соңында тұрған күзетшінің тамағынан шап берді. Соққы дәл әрі, жойқын болды, жігіт үн шығармастан жерге сұлап түсті. Аслан оның автоматын алып, оқжатарын суырып алды да, қаруды алысқа лақтырып жіберді. Ол адам өлтіруге асықпады, ол алдымен олардың мысын басып, үрей туғызғысы келді. Сако мен оның қалған 5-6 жігіті үйдің қабырғасына тығылды. Олардың зәресі ұшты. Олардың алдында қарапайым фермер емес, нағыз елес, түнгі аңшы жүргенін енді ғана түсіне бастады. Сако, біз не істейміз? Ол бізді бір-бірлеп қырып жатыр, деді жігіттердің бірі қалтырап. Саконың өзі де қорыққанын білдіргісі келмей, тісін қайрады. Қашпаңдар. Ол жалғыз. Үйге бензин шашыңдар, өртейміз. Ол өзі жүгіріп шығады. Бірақ олар үйге қарай ұмтылғанда Аслан кезекті сыйлығын іске қосты. Ол алдын ала дайындап қойған газ баллондарын ашып жіберген еді. Үйдің айналасы газға толған болатын. Саконың бір жігіті оттық зажигалка жақпақшы болып еді. Жоқ, жақпа. Аслан жоғарыдан айқайлап үлгерді. Бірақ кеш еді. Гүрс. Жойқын жарылыс болған жоқ, бірақ үлкен отты шар ауланы шарпып өтті. Саконың жігіттері отқа оранып, жан ұшыра өзенге қарай жүгірді. Хаос басталды. Олар енді жауынгер емес, тек өз жанын сауғалаған бейшараларға айналды. Аслан төбеден түсіп Саконың алдынан шықты. Сако тапаншасын көтермекші болды, бірақ Асланның етігі оның қолын басып қалды. Ойын бітті, Сако, деді Аслан оның жағасынан жұлқып көтеріп. Бүгін мен сені жіберемін. Себебі сен бастығыңа барып, мынаны айтуың керек. Ақсу фермасында ажалдың өзі тұрады. Егер тағы бір рет келсеңдер, мен қалаға барып, сендердің ұяларыңды түбімен қопарып тастаймын. Аслан Саконы лақтырып жіберді. Сако мен оның аман қалған жігіттері жаралыларын сүйреп көліктеріне мініп, таудан қаша жөнелді. Ферма қайтадан тынышталды. Бірақ Аслан бұл тек бастамасы екенін білді. Саконың артында тұрған үлкен бастық мұндай масқараға шыдамайтыны анық. Олар енді бүкіл армиясын жинап келеді. Аслан үйінің алдында тұрып, аспандағы жұлдыздарға қарады. Енді нағыз соғыс басталады деп күбірледі ол. 3 бөлім. Баронның ашуы және ажалдың үнсіздігі. Қаланың қақ ортасындағы зәулім ғимараттың ең жоғарғы қабатында, түтінге оранған кең бөлмеде ауыр үнсіздік орнаған. Бөлме иесі Бауыржан қылмыс әлемінде барон деген атпен танымал, бүкіл облыстың көлеңкелі бизнесін осында ұстап отырған қатыгез басшы. Ол Саконың беті аузы күйіп, киімі жыртылып, дірілдеп алдында тұрғанына жиіркенішпен қарап отырды. Демек, бір шал сендердің 10 адамыңды масқара етіп қайтарды дейсің бе? Баронның дауысы тастай суық шықты. Сако, мен саған жерді ал дедім, біздің масқарамызды шығар демедім. Бастық, ол қарапайым адам емес. Ол қараңғыда ұшып жүреді, дыбыссыз өлтіреді. Ол нағыз жын. Сако ақталуға тырысты. Барон сигарасын күл салғышқа езіп тастап, бұрышта үнсіз тұрған ұзын бойлы, бетінде терең тыртығы бар адамға бұрылды. Бұл Қасқыр лақап атымен белгілі, бұрынғы арнайы жасақ мүшесі, қазір баронның ең лас жұмыстарын атқаратын жалдамалы топтың басшысы. Қасқыр, бұл шаруа енді сенікі. Маған ол фермердің басы керек. Жерді жермен жексен етсеңдер де, ертең кешке ол жер біздікі болуы тиіс. Кез келген қаруды ал, қанша адам керек ал. Бірақ жеңіліспен оралсаң, өзіңнен көр, деді барон. Қасқыр тек басын изеді. Оның суық көздерінен аяушылықтың нышаны да байқалмады. Осы уақытта Ақсу фермасында Аслан таңғы шайын ішіп отырған еді. Бірақ оның ойы тыныш емес. Ол кешегі жіберген хабарының жауабы тез келетінін біледі. Кәсіби барлаушы ретінде ол жаудың келесі қадамын есептеп қойған. Енді бұзақылар емес, нағыз мамандар келеді. Аслан орнынан тұрып, ферманың айналасындағы биік төбелерге көз жүгіртті. Ендеше нағыз ГРУ мектебін еске түсірейік деп күбірледі ол. Ол ферманың техникалық бөлмесіне кіріп, ескі жәшіктерді ақтарды. Онда соғыс жылдарынан қалған, бірақ күтімі мінсіз сақталған жабдықтар бар еді. Сигналдық миналар,
болат сымдар, рацияларды басып тастайтын шағын құрылғы. Аслан күні бойы жұмыс істеді. Ол ферманың айналасын өлім аймағына айналдырды. Жолдың стратегиялық нүктелеріне көрінбейтін сымдар тартып, оларды сигналдық оттарға жалғады. Төбедегі тастардың арасына жасырын позициялар дайындады. Ең бастысы, ол фермадағы малдарды алыстағы қауіпсіз сайға айдап тастады. Енді ферма жай ғана бос декорация, нағыз қақпан еді. Түнгі сағат 3-ке таман таудың баурайына 3 қара түсті, жол талғамайтын көлік шамдарын өшіріп жақындады. Көліктерден 8 адам түсті. Олар Саконың жігіттеріне мүлдем ұқсамайтын. Үстерінде кәсіби тактикалық киімдер, бастарына түнгі көру құралдары, ілінілер тағылған, қолдарында дыбыс өшіргіші бар, заманауи автоматтары бар. Қасқыр қолын көтеріп топты тоқтатты. Тыңдаңдар, деді ол рациямен сыбырлап. Нысана кәсіби болуы мүмкін. Саконың айтқанына қарағанда, ол партизандық тактиканы жақсы біледі. Бірақ біз 8 адамбыз. 2-2-ден бөлініңдер. Үйді қоршауға аламыз. Көрген бойда жойыңдар. Олар мысықша басып фермаға жақындай бастады. Ешқандай дыбыс жоқ. Тіпті аяқ астындағы қураған жапырақтардың сыбдыры да естілмейді. Бұлар нағыз ажалдың елшілері еді. Олар үйдің ауласына кіргенде, кенеттен аспанда кішкене ғана дыбыс естілді. Қасқыр жоғары қарап Асланның ферма үстіне ұшырған шағын дронын байқап қалды. Дрон? Ол бізді көріп тұр. Қасқыр айқайлап үлгергенше. Ферманың шетіндегі шөп қоймасынан бірден 4 жаққа сигналдық ракеталар атылды. Айнала күндей жап-жарық болып кетті. Қылмыскерлердің көзіндегі түнгі көру құралдары оларды бір сәтке соқыр етіп тастады. Шамадан тыс жарықтан олар ештеңе көре алмай қалды. Көзілдірікті шешімдер. Қасқыр бақырды. Дәл сол сәтте төбедегі жартастардың арасынан сылды винтовкасының құрғақ дыбысы естілді. Таң. Топтың ең соңында тұрған күзетшінің иығына оқ тиіп, ол жерге сұлап түсті. Таң. Екінші оқ көліктердің бірінің бензин багына дәл тиді. Көлік лап етіп жанып, айнала нағыз тозаққа айналды. Ол сол жақ төбеде. Атыңдар. Қасқыр автоматынан жауап оқ жаудырды. Бірақ Аслан бір орында тұрмады. Ол ГРУ-дың ең басты ережесін қолданды. Бір оқ, бір позиция. Ол қараңғылықтың ішімен келесі жартасқа ауысып үлгерді. Қылмыскерлер үйге қарай жүгірді, бірақ жол жөнекей Асланның құрған қақпандарына іліне бастады. Біреуінің аяғына темір ілмек кірді, екіншісі басына ауыр бөрене тиіп есеңгіреп қалды. Аслан оларды өлтіруге асықпады, ол олардың мысын басып, психологиялық түрде сындырып жатты. Сендер ГРУ майорының аумағына кірдіңдер. Асланның дауысы тау ішінде жаңғырып, қай жақтан шыққаны белгісіз болып естілді. Мұнда заң да бар, онда жоқ. Мұнда тек өлім бар. Қасқыр тісін қайрап жанында қалған 3 жігітіне белгі берді. Ол Асланның жай фермер емес, өзі сияқты кәсіби жауынгер екенін түсінді. Ойын енді басталды, майор, деді Қасқыр сыбырлап. 4 бөлім, аңшы мен қасқырдың бетпе-бет келуі. Таудың түнгі ауасы оқ дәрінің иісімен жанып жатқан көліктен шыққан қара түтінге толды. Жаңа ғана кәсіби нық қадаммен келе жатқан жалдамалылар енді аңдаусыз басып, әрбір көлеңкеден сескене бастады. Олардың арасындағы ең тәжірибелісі Қасқыр тістерін қайрап, жан-жағына сақтана қарады. Ол ГРУ-дың партизандық соғыс тактикасын жақсы білетін. Бәрің тоқтаңдар. Қасқыр рациямен бұйрық берді. Шырақты сөндіріңдер. Түнгі көру құралдарын пайдаланбаңдар, ол соқыр етіп тастайды. Біз нысананың аумағындамыз. Ол бізді біртіндеп қырып жатыр. Көліктен алыстаңдар. Қасқырдың жанында небәрі 3 адам қалды. Қалғандары не жараланған, не Асланның қақпанына түсіп саптан шыққан. Бұл нағыз психологиялық террор еді. Түнгі елестің тактикасы. Аслан жартастың қуысында үнсіз жатты. Оның денесі таспен бірдей болып кеткен. Ол демін баяулатып, жүрек соғысын бақылауда ұстады. Бұл ГРУ-дың арнайы нұсқаулығындағы мертвая тишина, өлі тыныштық әдісі. Ол қарсыластың әрбір қимылын, әрбір сыбырын естіп тұрды. Қасқыр Асланның даусы таудың жаңғырығымен бірге кенеттен барлық бағыттан шыққандай болды. Сен ауғандағы 15-ші бригадада болғансың ба?
Әлде Шешенстандағы батальонда ма? Сенің жүрісің менің ескі таныстарыма ұқсайды. Бірақ сен ГРУ-дың антын сатып, барон сияқты қорқаулардың құлына айналыпсың. Бұл сенің соңғы қателігің. Қасқыр селк ете қалды. Ол жаудың өзінің өткен өмірін білетініне таң қалды. Сен кімсің? Шық бері. Қасқыр қараңғылыққа қарай дыбыс шыққан жаққа оқ жаудырды. Та-та-та-та. Бірақ Аслан ол жерде жоқ еді. Ол баяғыдағы жаудың ту сыртына сырғып өткен. Асланның қолында жауынгерлік пышақ. Ол қарусыз ақ соғысуға дайын. Орман ішіндегі айқас. Қасқырдың жігіттерінің бірі Тайсон есімді дәу жігіт топтан сәл бөлініп кетті. Ол ағаштардың арасында бір сұлбаны көргендей болды. Бастық ана жақта, деп айқайлап сол жаққа қарай атылды. Бірақ бұл Асланның кезекті қақпаны еді. Тайсон жүгіріп бара жатып көзге көрінбейтін болатсымды растяжка үзіп жіберді. Бірақ бұл жолы жарылыс болған жоқ. Оның орнына жоғарыдан ағаш басынан ауыр қарағайдың жуан діңі бревна төмен қарай зымырап ұшты. Гүрс! Тайсонды ауыр соққы ұшырып жіберді. Ол ес-түссіз жерде қалды. Қарғыс атсын. Қасқыр енді шынымен қорықты. Ол 8 адамнан айырылып қасында тек 2 адам қалғанын көрді. Бетпе-бет, мөр мен жылдамалы. Аслан қараңғылықтан баяу қадаммен шықты. Оның үстіндегі ескі аңшы киімі мен ГРУ-дың арнайы тактикалық белбеуі оның кім екенін айқын көрсетіп тұрды. Қолында сывыды винтовкасы, бірақ ол оны атпай арқасына асып алған. Қалған 2 жігітіңді жібер, Қасқыр, деді Аслан салқын дауыспен. Олардың бұл соғыста қатысы жоқ. Олар жай ғана ақша үшін жүр. Ал біз екеуміз кәсібилерміз. Сенің соңғы мүмкіндігің қаруды таста да баронға қайтып бар. Оған менің сәлемімді жеткіз. Егер ол тағы бір адам жіберсе, мен қалаға барып, оның кеңсесін молаға айналдырамын. Қасқыр ашуға булықты. Оның кәсіби намысы тапталған еді. Мен ешқайда кетпеймін, майор. Маған сенің басың үшін үлкен ақша тігілген. Қасқыр тапаншасын суырып алды. Бірақ Аслан жылдамырақ болды. Ол қолындағы кішкентай металл шарды, түтін және жарық беретін граната жерге соқты. Бақ, айнала қою түтінге толды. Сол сәтте Аслан Қасқырдың алдына жетіп келді. 2 спецназдың жекпе-жегі басталды. Бұл нағыз ГРУ стиліндегі қолма-қол ұрыс еді. Пышақтардың темірге тиген дауысы, соққылардың дыбысы тау үшін жаңғыртты. Аслан Қасқырдың білегінен ұстап, оны иығынан асыра лақтырды. Қасқыр жерге құлап, пышағын жоғалтып алды. Аслан оның тамағына өз пышағын тақады. Сенің мектебің жаман емес, деді Аслан демікпей. Бірақ сен ұмытыпсың, мен фермада қара жұмыс істеп жүргенде, сен қалада арақ ішіп әлсіздерді тонап жүрдің. Менің күшім мына жерде. Ал сенің күшің баронның ақшасында. Дәл осы сәтте Асланның артынан бір дыбыс естілді. Қасқырдың аман қалған 2 жігіті Асланды нысанаға алды. Жібер оны, шал, деп айқайлады олар. Аслан жымиды. Ол саусағын сырт еткізді. Кенеттен ферманың төбесіндегі үлкен прожекторлар іске қосылып, бүкіл ауланы жап-жарық етті. Жалдамалылардың көзі қарғып қалды. Ал жартастардың арасынан тағы 5-6 қарулы адам шықты. Бұл Асланның ауылдағы ескі достары, бұрынғы ауған соғысының ардагерлері еді. Олар Асланның белгісін күтіп отырған болатын. Қаруды тастаңдар, жігіттер, деді Аслан. Соғыс аяқталды. Түнгі қорытынды. Аслан Қасқырды және оның жараланған жігіттерін көліктеріне тиеп, таудан төмен жіберді. Ол оларды өлтірмеді, бірақ олардың бүкіл қару-жарағы мен құралдарын тәркілеп алды. Бұл мафия үшін үлкен соққы еді. Енді не істейміз, Аслан? Деді Жұмабек ақсақалдың ұлы, бұрынғы десантшы Марат. Енді біз қорғануды тоқтатамыз, деді Аслан, винтовкасын иығына асып.
Барон менің үйіме келді. Енді мен оның үйіне қонаққа барамын. Марат, ауылдағы жігіттерді жина. Біз қалаға барамыз. Асланның көзіндегі от бұрынғыдан да қатты лапылдап тұрды. Ол ГРУ майоры екенін қаланың бүкіл братвасына көрсетпекші. 5 бөлім, қала тозағы және елес операциясы. Түнгі Алматы қаланың шамдары жарқырап, өмір қызып жатқандай көрінгенімен, оның көлеңкелі жағында нағыз үрей орнады. Баронның ең сенімді жалдамалысы Қасқыр мен оның 8 жігітінің таудан бет аузы қан жоса болып, қарусыз, рухы сынып оралуы криминалдық әлемді дүр сілкіндірді. Ол жай ғана адам емес. Ол түннің иесі. Деп сандықтаған Қасқырдың сөздері баронның ашуын емес, іштей қорқынышын оятты. Ол өмірінде бірінші рет ақшамен де, күшпен де жеңе алмайтын құбыжықпен бетпе-бет келгенін түсінді. Ардагерлердің оралуы. Осы уақытта қаланың шетіндегі ескі гараждардың бірінде 5 адам жиналды. Олардың жастары 50-ге таяп қалған, бірақ денелері шымыр, қимылдары ширақ. Бұлар Асланның Ауғанстандағы және Тәжік шекарасындағы ескі қаруластары. Марат, бұрынғы десантшы, мина жару ісінің шебері. Серік, ГРУ-дың байланыс маманы, кез келген электронды жүйені бұзып ашатын хакер. Талғат мен Дәурен, барлаушы диверсанттар. Аслан, сенің шақыруыңды 10 жыл күттік, деді Марат ескі тактикалық картаны жайып жатып. Баронның Алмасети бизнес орталығындағы кеңсесі нағыз бекініс. Онда 30 шақты қарулы күзетші, ең соңғы үлгідегі камералар мен датчиктер орнатылған. Ол жаққа ашық шабуыл жасау ақымақтық. Аслан картаға суық жанармен қарады. Біз ашық шабуыл жасамаймыз, жігіттер. Біз ГРУ-дың елес тактикасын қолданамыз. Біз оның бизнесін, оның жүйкесін, оның қауіпсіздігін біртіндеп талқандаймыз. Ол өзін қамауға алынған аң сияқты сезінуі тиіс. Бірінші соққы, қаржылық тамырды кесу. Түнгі сағат 01:00. Баронның қала шетіндегі ең үлкен қоймасы. Мұнда контрабандалық тауарлар мен мафияның қара кассасы сақталатын. Күзетте 10 шақты жігіт жүр. Кенеттен қойманың жарығы сөніп, байланыс жүйесі істен шықты. Серік қашықтықтан барлық электрониканы бұзып тастады. Күзетшілер не болғанын түсінбей жатқанда, қараңғылықтың ішінен 4 сұлба суырылып шықты. Аслан мен оның жігіттері ешқандай оқ шығарған жоқ. Олар тек естен тандыратын газ бен дыбыссыз электрошокерлерді қолданды. Небәрі 5 минуттың ішінде 10 күзетші байланып, ауыздары скотчталған күйде жерде жатты. Марат қойманың стратегиялық нүктелеріне кішкене ғана сюрприздер орнатты. Бірнеше минуттан кейін қоймадан жойқын жарылыс емес, тек қысқа тұйықталу дыбысы естілді. Бірақ бұл баронның миллиондаған долларлық тауарының күлге айналуына жеткілікті еді. Екінші соққы, психологиялық шабуыл. Барон өзінің зәулім үйінде, вилласында 30 күзетшінің қоршауында отырды. Ол қорқыныштан бөлмесінен шықпайтын болған. Кенеттен оның телефонына хабарлама келді. Видеода оның ең қымбат көлігінің Rolls-Royce-тың дөңгелектерінің үнсіз кесіліп жатқаны және көліктің капотына ГРУ арнайы жасағының ескі төсбелгісі, значок қойылғаны көрінді. Бұл бейнебақылау камерасынан алынған, бірақ видеода Асланның тек көлеңкесі ғана байқалады. Ол мұнда. Ол менің ауламда жүр. Барон есінен адасқандай бақырды. Күзет, бәрің сыртқа шығыңдар. Оны табыңдар. 30 күзетші аулаға атылып шықты. Бірақ аулада ешкім жоқ. Тек ағаштардың арасынан пш-пш деген дыбысы естіліп, бірінен соң бірі күзетшілер жерге құлай бастады. Аслан мен оның достары ұйықтататын оқтар мен транквилизаторлар мен оларды бір-бірлеп саптан шығарып жатты. Бетпе-бет, үрейдің шыңы. Барон өзінің жұмыс бөлмесіне тығылып, есікті ішінен құлыптап алды. Оның қолында алтынмен апталған тапаншасы дірілдеп тұрды. Кенеттен терезе сықырлап ашылды. Терезеден Аслан кіріп келді. Оның үстіндегі қара тактикалық киімі мен суық жанары баронның демін ішіне тартқызды. Сен қалай кірдің? Сыртта 30 адам бар еді ғой. Баронның даусы шықпай қалды.
Аслан үнсіз жақындап келді де, баронның қолындағы тапаншаны бір қимылмен тартып алды. Оны ойыншық сияқты бөлшектеп үстелдің үстіне тастай салды. 30 адам, бұл жай ғана сан, Бауыржан, деді Аслан, оның көзіне тіке қарап. Мен таудың ұлымын, ал сен қаланың қорғаусың. Сен менің жерімді, менің тыныштығымды алғың келді. Енді мен сенің ұйқыңды, сенің бизнесіңді, сенің еркіндігіңді аламын. Аслан баронның үстеліндегі барлық құпия құжаттар мен пара берген шенеуніктердің тізімі жазылған флешканы алды. Бұл менің сақтандыруым. Егер менің фермама тағы бір рет адам жіберсең, бұл тізім ОК-ның КНБ үстеліне жатады. Ал қазір сенің күзетшілерің оянғанда, оларға зейнеткерлікке шығатыныңды айт. Сен енді қалада ешкім емессің. Аслан келгені сияқты дыбыссыз жоқ болып кетті. Соңғы соққы. Таң атқанда қаланың бүкіл криминалдық әлемі таңғажайып жаңалықты естіді. Оның ең мықты күзетшілері біз елеспен соғыса алмаймыз деп жұмыстан бас тартқан. Бірақ Аслан бұл тек мафияның бір тармағы ғана екенін білетін. Баронның артында одан да ірі балықтар тұрған еді. Олар ГРУ майорының бұл қылығын жай қалдырмасы анық. Аслан гаражға оралып, жігіттеріне қарады. Бұл тек бастамасы, бауырлар. Олар енді ашулы. Енді олар соғыс ережелерін мүлдем ұмытады. Біз ауылға қайтамыз. Олар бізді өздері іздеп келеді. 6 бөлім, азулылардың арпалысы және темір қамал. Баронның қаладан масқара болып қашуы криминалдық әлемнің жоғарғы кеңесіне үлкен соққы болды. Қаланың нағыз қожайыны саналатын, лақап аталмас, криминалдық иерархияның ең биік нүктесі бұл жағдайды жай қалдыра алмады. Ол үшін бір фермердің бүкіл мафияны тізе бүктіруі бизнестің тоқтауымен тең еді. Егер біз бұл елесті жоймасақ, ертең кез келген ауылдың шаруасы бізге қарсы шығады, деді Алмас өзінің жақын серіктестеріне. Маған барон сияқты қорқақтар емес, нағыз мамандар керек. Елес ГРУ-дан шықса, онымен соғысатында сондай деңгейдегі адамдар болуы тиіс. Алмас халықаралық жалдамалылар нарығында танымал сұр бөрілер тобын жалдады. Бұл топтың құрамында таяу шығыс пен шығыс Еуропаның ыстық нүктелерінде соғысқан 5 кәсіби диверсант бар еді. Олардың басшысы Ян, бұрынғы шетелдік легионның офицері, сезімі өшкен, тек бұйрықты орындайтын тірі машина. Ақсу темір қамал. Аслан қаладан оралған соң 1 минутта дем алмады. Ол жаудың бұдан да қауіпті болып оралатынын сезді. Оның қасындағы 4-еуі Марат, Серік, Талғат және Дәурен ферманы нағыз бекініске айналдыруға кірісті. Жігіттер, бұл жолы оңай болмайды, деді Аслан карта үстінде. Олар біздің тактикамызды зерттеп келеді. Серік, сенің міндетің бүкіл периметрді электронды бақылауға ал. Біздің дрондар тәулік бойы аспанда болу керек. Марат, сен фермаға кіретін жалғыз жолды тәтті қақпанға айналдыр. Серік ферманың айналасына жоғары сезімталдықты микрофондар мен жылу датчиктерін, теплодатчик орнатты. Енді тау ішіндегі кез келген тырсеткен дыбыс немесе адам денесінің қызуы Асланның планшетіне сигнал болып түсетін. Марат болса инженерлік шеберлігін пайдаланып, жолдың астына жарылғыш емес, тек техниканы істен шығаратын электромагниттік импульсті, қақпандар қойды. Асланның өзі таудың ең биік нүктесіндегі СВД позициясын нығайтты. Ол тек мерген емес, ол бүкіл шайқастың дирижері еді. Түннің келуі, көлеңкелер соғысы. Түнгі сағат 02:45. Ақсу фермасынан 5 шақырым жерде Янның тобы көліктерін қалдырып, жаяу ілгеріледі. Олар толықтай қара түсті тактикалық киім киген, беттерінде маска, қолдарында заманауи әндік автоматтар мен түнгі көру құралдарының ең соңғы үлгілері. Бірінші топ, сол жақ белдеумен жүріңдер. Екінші топ, өзен арқылы келіңдер. Мен ортамен жүремін, деді Ян рациямен. Басқалар сияқты қателік жасамаңдар. Нысана кәсіби, сондықтан көрген бойда ескертусіз жойыңдар. Янның тобы ферманың бірінші қорғаныс шебіне жылу датчиктері орнатылған аймаққа жетті. Бірақ Ян өте қу еді. Ол арнайы салқындатқыш костюмдерді пайдаланып, датчиктерді алдап өтті. Серік экранға қарап отырып күдікті бір нәрсені байқады.
Аслан датчиктер үнсіз, бірақ төртінші сектордағы құстардың мазасызданғаны естілді. Микрофондар ағаш бұтағының сыбдырын тіркеді. Олар келе жатыр деді, Серік сыбырлап. Жақсы, оларды өлі аймаққа кіргізіңдер деп жауап берді Аслан. Өлі аймақтағы арпалыс. Сұр бөрілер ферманың шетіндегі алма бағына кірді. Кенеттен олардың рацияларынан ащы дыбыс шығып, байланыс үзілді. Серік глушилканы. Байлық басушы құрылғы іскі. Дәл осы сәтте бақтың ішінен Асланның дауысы емес, жазып алынған ГРУ-дың жауынгерлік сигналдары естілді. Бұл жалдамалылардың назарын шатастыру үшін жасалған амал еді. Жалдамалылардың бірі мерген Марко ағаштың тасасынан нысана іздеді. Бірақ ол шүріппені басып үлгергенше оның желкесінен мұздай темір тақалды. Сенің мектебің жаман емес, бірақ таудың рухын ескермепсің деді Талғат, оны дыбыссыз естен тандырып. Ян өз адамдарының біртіндеп байланыстан шығып жатқанын сезіп қауіпті түсінді. Ол орталық аулаға қарай жүгіріп, жарық беретін гранатаны лақтырды. Баң! Аула жарқ ете қалғанда ол ешкімді көрмеді. Тек үйдің қабырғасында үлкен әріптермен жазылған, мұнда кіру өлім деген жазуды көрді. Шешуші сәт. Аслан жартастың басында сықты винтовкасымен жатты. Ол Янды нысанаға алды. Бірақ ол Янды бірден атуды мақсат етпеді. Ол жалдамалылардың психологиясын жақсы білетін, егер олардың басшысы тірі болса, олар соңына дейін күреседі, ал егер басшысы дәрменсіз қалса, топ ыдырайды. Аслан Янның қолындағы автоматын дәл көздеп атты. Таң! Оқ автоматтың оңғысын, ствол паршалап жіберді. Ян қарусыз қалды. Ол жан-жағына қарап, айналасындағы қараңғылықтан 5 сұлбаның Аслан мен оның достарының шығып келе жатқанын көрді. Соғыс аяқталды, Ян деді Аслан төбеден түсіп. Сендер ГРУ-дың ардагерлерімен соғысып тұрсыңдар. Біз бұл жердің әрбір тасын, әрбір ағашын танимыз. Сендерге ақша төлеген Алмас қазір қалада жылы төсегінде жатыр, ал сендер мұнда өлесіңдер. Ол сендерді өлімге жіберді. Ян пышағын суырып алды, бірақ Асланның көзіндегі салқындықты көріп тоқтады. Ол кәсіби ретінде өз жеңілісін мойындады. Сен кімсің? Деп сұрады Ян қырылдаған дауыспен. Мен осы жердің иесімін. Ал сен тек қателіксің деді Аслан. Аслан бұл жолы жалдамалыларды жай жібере салмады. Ол оларды байлап ферманың қоймасына қамап тастады. Марат, Алмасқа хабарлас. Оған сұр бөрілердің терісін сыпырып алғанымызды және келесі кезек оныкі екенін айт. Алмастың үрейі. Таң атқанда Алмасқа видео хабарлама келді. Видеода оның ең қымбат жалдамалыларының қолдары байланып, жерде отырғаны және олардың алдында Асланның сывды винтовкасының оқтарымен жазылған біз келе жатырмыз деген сөз көрінді. Алмас өмірінде бірінші рет нағыз үрейді сезінді. Ол бұл соғыстың ақшамен бітпейтінін, елестің ГРУ-дан қалған нағыз қасірет екенін түсінді. Күзетті күшейтіңдер. Бүкіл қаланы қоршаңдар. Деп бақырды ол. Бірақ ол Асланның қазірдің өзінде қала ішінде жүргенін сезбеді. 7 бөлім. Алмастың ақырғы қамалы және түнгі дауыл операциясы. Қаланың қақ ортасындағы 40 қабатты Алмас Тауэр бизнес орталығы бұл жай ғана ғимарат емес, бұл қылмыс әлемінің нағыз жүрегі еді. Мұнда облыстың бүкіл лас ақшасы, құпия құжаттар мен мафияның қара кассасы шоғырланған. Алмас өзінің сұр бөрілерінің тас талқан болғанын естіген соң, бұл ғимаратты нағыз әскери бекініске айналдырды. Ғимараттың әр қабатында қарулы күзетшілер, төбесінде снайперлер, ал кіреберісте брондалған есіктер мен бет әлпетті танитын заманауи сканерлер орнатылған. Алмастың өзі 40 қабаттағы панорамалық кеңсесінде брондалған терезелердің артында отырды. Ол ГРУ ардагерлерінің қала ішінде соғыс алмайтынына сенімді еді. Олар тауда мықты шығар, бірақ мұнда менің аумағым. Деп ақырды Алмас өзінің қалтыраған күзет бастығына. Кім жақындаса ескертусіз атыңдар. Маған оның тірілей керегі жоқ. Дайындық, елестер қалаға енді. Осы уақытта Алмас Тауэр ғимаратынан 2 квартал жердегі қараусыз қалған жерасты тұрағында Аслан мен оның достары соңғы дайындықтарын жасап жатты. Олардың үстерінде қара тактикалық киімдер, белдерінде ГРУ-дың арнайы жабдықтары. Серік, жағдай қалай?
деді Аслан планшетке үңіліп. Жүйе өте күрделі, Аслан, деп жауап берді Серік, саусақтары пернетақтада жылдам қимылдап. Олар ғимаратты ақылды үй жүйесіне қосқан. Бірақ мен олардың серверіне кіретін артқы есікті таптым. Түнгі сағат 03:00-де мен бүкіл ғимараттың жарығын сөндіріп, лифттерді блоктаймын. Сондай-ақ барлық камераларға алдын ала жазылған тыныш дәліз бейнесін жіберемін. Олар бізді көрмейді де, естімейді де. Аслан жігіттеріне қарады. Олардың көздеріндегі от баяғы ауған соғысындағыдай лапылдап тұр. Олар үшін бұл жай ғана төбелес емес, бұл ар-намыс пен әділеттілік үшін жүргізіліп жатқан нағыз ГРУ операциясы. Марат, сен төменгі қабаттан кіріп күзетшілердің назарын аударасың. Талғат пен Дәурен, сендер ғимараттың сыртымен, альпинистік жабдықтармен 35 қабатқа дейін көтерілесіңдер. Мен желдеткіш шахтасы арқылы тікелей 40 қабатқа, Алмастың алдына барамын. Есіңде болсын, біздің мақсатымыз қан төгу емес, жүйенің тамырын кесу. Қарсылық көрсеткендерді текстен шығарыңдар. Шабуыл, түнгі дауыл басталды. Сағат тілі түнгі 03:00-ді көрсеткенде бүкіл Алмас Тауэр тас қараңғылыққа батты. Бұл жай ғана жарық өшу емес, бұл ажалдың келуі еді. Күзетшілердің рацияларынан тек ысылдаған дыбыс қана шықты. Не болды? Байланыс қайда? Күзетшілер бақырып фонарларын жаға бастады. Дәл осы сәтте ғимараттың бірінші қабатында Марат іске кірісті. Ол бірнеше түтін шашатын гранаталарды лақтырып, ауланы қою тұманға толтырды. Күзетшілер соқыр болып қалғанда, Марат дыбыссыз электрошокерлермен оларды бір-бірлеп сұлатып жатты. Ал ғимараттың сыртында 100 метр биіктікте Талғат пен Дәурен нағыз өрмекші адамдардай жылдам қимылдап, 35 қабаттың терезесіне жетті. Олар терезені арнайы лазермен үнсіз кесіп ішке кірді. Олардың мақсаты Алмастың жеке армиясын қарусыздандыру еді. 40 қабат, Аслан мен Алмастың бетпе-бет келуі. Аслан желдеткіш шахтасынан мысықша секіріп түсті. Ол Алмастың қабылдау бөлмесінде еді. Мұнда күзет өте қатал, Алмастың ең сенімді екі жандайшабы, бұрынғы кикбоксинг чемпиондары тұрды. Олар қараңғыда Асланның сұлбасын көріп, бірден шабуылға шықты. Аслан ГРУ-дың қолма-қол ұрыс әдісін, система қолданды. Ол күшті күшпен емес, қарсыластың инерциясымен жеңді. Біріншісінің соққысынан жалт беріп, оның қолын бұрап, екіншісінің басына соқты. Небәрі 10 секунд екі чемпион жерде ес-түссіз жатты. Аслан Алмастың брондалған есігіне жақындады. Ол есікті атудың қажеті жоқ еді. Серік қашықтықтан электронды құлыпты ашып жіберді. Есік сықырлап ашылды. Бөлме іші панорамалық терезелерден түскен қала шамдар мен көмескі жарықтанып тұрды. Алмас үстелдің артында, қолында тапаншасы дірілдеп отыр еді. Жолама. Мен атамын. Алмас айқайлады. Саған не керек? Ақшама. Менде миллиондар бар. Мен саған бүкіл қаланы сатып беремін. Аслан баяу қадаммен жақындады. Оның әрбір қадамы Алмастың жүрегіне қорғасындай ауыр тиді. Аслан басын сәл қисайтып суық жымиды. Миллиондар ма? Асланның даусы өте төмен, бірақ бөлменің әр бұрышына жететіндей анық шықты. Сен менің жерімді, менің адал еңбегімді ақшамен өлшегің келді. Сен ГРУ-дың антын ақшаға сатып алғандарды жалдадың. Бірақ сен бір нәрсені ұмыттың, нағыз жауынгердің рухы сатылмайды. Аслан қолын созып, Алмастың қолындағы тапаншаны баланың қолынан ойыншық алғандай оп-оңай тартып алды. Оны 1 секундта бөлшектеп, бөлшектерін еденге шашып тастады. Бүгін сенің империяңның соңғы күні, Алмас, деді Аслан. Серік, іске кіріс. Дәл осы сәтте қаланың барлық ірі экрандарында, телеарналарында және әлеуметтік желілерінде Алмастың бүкіл қылмыстық схемалары, жемқор шенеуніктерге берген паралар мен адам өлтіруге берген бұйрықтары туралы жазбалар ағыла бастады. Серік мафияның серверінен бүкіл қара архивті интернетке шығарып жіберді. Хаос және жеңіліс. Ғимараттың айналасына полиция мен ОК-нің ондаған көліктері сиреналарын жағып жете бастады. Алмастың қорғаушылары енді оны құтқара алмайтын еді. Ол заң алдында да, криминалдық әлем алдында да масқара болды. Сен бәрін құрттың, Алмас жерге тізе бүгіп құлады.
Мен емес, сенің ашкөздігің құртты, деді Аслан. Мен тек әділеттілікті қалпына келтірдім. Аслан терезеге қарады. Таң біліне бастапты. Оның достары Марат, Талғат, Дәурен мен Серік 40 қабатқа көтеріліп, Асланның қасына келді. Олар шаршаған, бірақ көздерінде жеңіс ұшқыны бар. Операция аяқталды, майор, деді Марат, әскери сәлем беріп. Жоқ, бауырлар, Аслан терең тыныс алды. Бұл тек қаланың тазаруы. Бірақ Алмастың артында тұрған ең үлкен бастық, мемлекеттік деңгейдегі жемқор генерал, бұл масқараны жай қалдырмайды. Біздің соңғы майданымыз әлі алда. Ол бізді өз аумағына, мемлекеттік күзет бөлімдеріне шақырады. Аслан мен оның достары ғимараттан полиция келгенше елес сияқты жоқ болып кетті. Олардың артында тек масқара болған Алмас пен күйреген қылмыстық империя қалды. 8 бөлім, сатқындық пен сенім, тау шыңындағы ақырғыш. Алмас Тауэр ғимаратындағы операциядан кейін қала нағыз араның ұясындай гүлдеп кетті. Серік таратқан құпия құжаттар мен бейнежазбалар қоғамда үлкен дүрбелең туғызды. Бірақ бұл хаос жемқор жүйенің ең биік басына, генерал Дәуренұлына қатты соққы болып тиді. Ол Алмастың негізгі қорғаушысы және осы қылмыстық схеманың нағыз миы еді. Генерал өзінің билігімен байланысын пайдаланып, 1 сағаттың ішінде жағдайды өз пайдасына бұрып жіберді. Телеарналар мен ресми ақпарат құралдарынан бұрынғы ГРУ офицері бастаған қарулы топ қаланың орталығында теракт ұйымдастырып, мемлекеттік маңызы бар деректерді ұрлады деген жалған ақпарат таратылды. Аслан мен оның 4 досына мемлекеттік сатқын деген айып тағылып, оларды жою үшін арнайы антитеррорлық жасақтар мен тікұшақтар жұмылдырылды. Шегіну, бүркөрдей топтың тауға оралуы. Аслан мен оның достары қаланың шетіндегі жасырын баспанада жиналды. Олар рациядан өздері туралы айтылып жатқан сұмдық жаңалықтарды естіп, ауыр үнсіздікке батты. Біз отан үшін қан кештік, ал енді сол отан бізді террорист деп отыр, деді Марат, жұдырығын түйіп. Аслан, бұл соңы. Генерал бізді тірі қалдырмайды, өйткені бізде оны түрмеге жабатын дәлелдер бар. Аслан терезеден қараңғы қалаға қарап тұрды. Оның жүзінде қорқыныш емес, терең мұң бар еді. Генерал қателесті, деді Аслан сабырлы дауыспен. Ол бізді қаланың джунглейінде қыспаққа алғысы келеді. Бірақ біз өз үйімізге, тауға қайтамыз. Ол жақта техника мен санның көмегі болмайды. Ол жақта тек рух пен шындық жеңеді. Жігіттер, бұл біздің соңғы шайқасымыз. Егер аман қалсақ, есіміміз ақталады. Егер өлсек, нағыз жауынгер ретінде өлеміз. Олар 2 жол талғамайтын көлікке қару-жарақ пен жабдықтарын тиіп, түн жамылып тауға қарай бет алды. Серік жол жөнекей барлық спутниктік бақылауды басатын құрылғыларды іске қосып, олардың ізін жасырып отырды. Бүркіт ұясы бекінісі. Аслан өзінің фермасына оралған жоқ. Ол жаудың алдымен сонда баратынын білді. Оның орнына ол достарын таудың ең биік нүктесіндегі кеңес заманынан қалған құпия барлау бекетіне, бүркіт ұясына алып келді. Бұл жер аспанмен астасқан, тек бір ғана тар соқпақпен баруға болатын нағыз табиғи қамал еді. Таң ата бастағанда аспаннан тікұшақтардың гүрілі естілді. Генерал Дәуренұлы өзінің ең таңдаулы бүркіт арнайы жасағын жіберді. Олардың мақсаты Асланды және оның достарын көз жұмғанша жойып жіберу еді. Олар келді, деді Талғат, сырт винтовкасының оптикасынан қарап. 3 тікұшақ, шамамен 30-40 адам. Олар бізді қоршауға алғысы келеді. Серік, байланысты блокқа қой. Олар бір-бірін естімеуі керек деп бұйрық берді. Аслан, Марат, сенің миналарың біздің басты қорғанысымыз. Талғат, Дәурен, тек мергендік атыс. Оққа босқа ұмтылмаңдар. Біз оларды таудың заңына бағындырамыз. Тау ішіндегі тозақ. Арнайы жасақ сарбаздары тікұшақтан арқанмен түсіп, таудың етегінен жоғары көтеріле бастады. Олар заманауи техникамен жабдықталған, бірақ олардың алдында ГРУ-дың тірі аңыздары тұрғанын сезбеді. Марат орнатқан ақылды миналар бірінен соң бірі іске қосыла бастады. Бірақ бұл миналар адам өлтіру үшін емес, жауды үрейлендіру мен тау тастарын құлатып, жолдарды жауып тастау үшін жасалған еді. Аслан жас сарбаздардың қанын төккісі келмеді, ол тек генералдың өзін күтті. Жігіттер, тыңдаңдар. Аслан рацияның жалпы жиілігіне қосылды. Мен майор Асланмын. Сендерге берілген бұйрық өтірік.
Сендер террористерді емес, отанның адал перзенттерін аулап жүрсіңдер. Сендердің генералдарың Алмастың серіктесі, нағыз қылмыскер. Бізде оның барлық қылмыстарының дәлелі бар. Ол сендерді өз қылмысын жасыру үшін өлімге айдап отыр. Арнайы жасақ сарбаздары бір сәтке кідіріп қалды. Асланның есімі арнайы жасақтар арасында үлкен құрметке ие болатын. Оның дауысы мен айтқан сөздері сарбаздардың жүрегіне күмән ұялатты. Бірақ генерал Дәуренұлы рацияға араласты. Оған сенбеңдер. Бұл психологиялық шабуыл. Атыңдар. Кім бас тартса, сол да сатқын болып саналады. Деп ақырды ол қауіпсіз жердегі штабтан. Шешуші шайқас. Шайқас 2 сағатқа созылды. Аслан мен оның достары таудың әрбір жартасын, әрбір үңгірін пайдаланып, 40 адамдық жасақтың мысын басты. Олар бірде-бір адамды өлтірген жоқ, бірақ бәрін қарусыздандырып немесе жаралап, шабуылды тоқтатты. Дәл осы сәтте генерал Дәуренұлы шыдамай, өзінің жеке күзетімен бірге тікұшақпен тікелей бүркіт ұясына қонды. Ол Асланды өз қолымен атқысы келді. Аслан, шық бері. Генерал тікұшақтан түсіп автоматын оқтап айқайлады. Сенің бүкіл груың бүгін осы жерде өледі. Аслан жартастың артынан баяу шықты. Оның үсті басы шаң, бірақ көзіндегі от генералды сескендіріп тастады. Генерал, сенің соғысың аяқталды деді Аслан, сенің бүкіл әрекетің қазір тікелей эфирде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің орталық штабына серік арқылы жіберіліп жатыр. Сенің сарбаздарға берген заңсыз бұйрықтарың мен осы шабуылың сенің соңғы үкімің. Генерал жан-жағына қарады. Оның өз сарбаздары қаруларын төмен түсіріп, оған жиіркенішпен қарап тұр екен. Рациядан ОКК-ның жоғары басшылығының даусы естілді. Генерал Дәуренұлы, сіз тұтқындалдыңыз. Қаруыңызды тастаңыз. Генерал есінен адасқандай Асланға қарап шүртпені баспақшы болды, бірақ Талғаттың мерген оғы оның қолындағы қаруын ұшырып жіберді. Соңғы үміт. Генерал жерге тізе бүгіп құлады. Оның билігі де, ақшасы да, жалған айбыны да құмға айналды. Аслан оған жақындап келіп қолын ұсынбады. Тек мынаны айтты. Мен сені аямаймын. Бірақ отанның атын былғағаның үшін сені соттың алдында жауап бергіземін. Бірақ Аслан бір нәрсені сезді.